Сәлем достар, мен бүгін сіздермен өте дәмді, қытырлақ болып пісетін, дәмі ауызда еритін чак-чакпен бөлісетін боламын. Ең алдымен қамырларымызды жақсылап илеп алатын боламыз. Бұл чак-чакқа біз екі түрлі қамыр илейміз. Яғни бірінші қамырымызға осылай сары майымызды салып еріген, үстінен тұз саламыз, дрожжа саламыз және осындай бір стақан судың, бір бокал судың жартысын құйып аламыз да жақсылап қамырымызды илейтін боламыз. Ұнымызды осылай ситодан өткізіп алдым. Енді қамырымды илеймін. Қамырымыз өте жұмсақ болып иленуі қажет. Міне осылай былқылдақ қамыр болып шығуы тиіс. Енді қамырымызды 6 бөлікке бөліп аламыз да домалақтап мұздатқышқа жарты сағатқа салып қоямыз. Енді біз екінші қамырымызды илейтін боламыз. Ең алдымен осылай сары майымызға какаоны саламыз және үстінен құмшекер саламыз. Өзіміздің қалауларыңыз бойынша салыңыздар құмшекерді. Енді осы үшеуін жақсылап ерігенше араластырып аламыз. Осылай еріген соң бағанағы бір бокал судың қалған жарты бөлігін салып, жақсылап араластырып, қамыр илейтін боламыз. Осылай қамырымызды жақсылап илеп алдық. Бұл да осылай жұмсақ былқылдақ болып шығады. Бұл қамырымызды біз 3 бөлікке бөліп, мұны да мұздатқышқа салып қоямыз. Міне қамырларымыз осылай қатыңқыраған соң, 2 ақ қамыр мен 1 қара қамырды ортасына салып, осылай 3-ке бөліп аламыз. Енді қамырымызды кетпе-кет жұқа етіп жайып аламыз. Ең алдымен ақ қамырымызды осылай жаямыз. Қамырларымыз жұқа болуы тиіс. Аралары әдемі болып піседі. Енді жаңа қара қамырымызды да какао қосылған қамырымызды әдемілеп жайып алдық. Енді тағы да ақ қамырымызды үшіншісіне жайып аламыз. Міне осылай үшінші қамырымызды да жайып алдық. Енді қамырымыздың үстінен какао салынған қамырымызды қоямыз. Барлық шеті біркелкі болуы тиіс. Енді үстінен тағы да ақ қамырымызды қойып, шеттеріне бірдей етіп дұрыстап аламыз. Енді осылай дұрыстап болған соң, пышағымызбен 4 бұрыш етіп кесіп шығамыз. Міне осылай кесіп алдық. Қара қамырымыз ақ қамырларымызға қарағанда сәл жуандау болды. Енді осылай түйіп аламыз. Өте оңай, қиын емес. Алдымен 2 шетіні, сосын қалған 2 бөлігіні сыртқа қаратып, осылай 2 бұрышыны жабыстырып шығамыз. Қамырларымыз жұмсақ болған соң, түйілуі оңай болады. Енді қалған қамырларымызды осылай кесіп, түйіп аламыз. Қамырларымыздың ең шетіндегі 3 бұрышыны тек 2 шетін ғана жабыстырып, осылай түйіп шықсаңыздар болады. Міне барлық қамырларымызды осылай түйіп дайындап алдық. Енді майымызды қыздырып, барлығыны бір шеттен жақсылап салып, қуырып алатын боламыз. Достар, майымыз қатты қызып кетпеуі қажет. Орташадан да төмендеу отта қуырамыз. Сонда чак-чактарымыз қытырлақ болып, аралары таза пісіп,
әдемі болып шығады. Міне осылай қуырып алдым. Енді барлығыны осылай қуырып шығамыз. Енді мен балға азғантай жарты стақандай құмшекер салдым. Бал мен құмшекер өз қалауларыңыз бойынша салсаңыздар болады. Өйткені кейбіреулерге тәтті ұнайды, кейбіреулерге қатты тәтті емес ұнайды. Міне енді балымызды осылай шекерімізді еріген соң ыстық күйінде чак-чактарымыздың үстіне құйып шығамыз. Міндетті түрде ыстық болуы қажет. Өйткені ыстық күйінде салып осылай жақсылап араластырсақ, балымыз демде қатып қалады. Міне біздің чак-чактарымыз дайын болды. Үстіні әртүрлі жаңағы басқа да заттармен әсемдесеңіздер болады. Ас болсын.